Сәлем, құрметті жүргізушілер, таксистер қауымы. Мына Яндекс пен InDriver қосымшасында қалай қазақ тіліне аударамыз, соны көрсетіп жіберейін. Тілді өзгертеміз. Настройки дегенге кіреміз. Настройки. Соның ішінде язык деген болады. Ішінде мінекей қазақ тілі таңдаймыз. Бірден ауысады. Ал енді Яндексте сәл ұзақтау ауысады ол жерде. Сәл күтуіңіз керек болады. Настройка кіреміз. Язык, қазақ тілі бар. Таңдаймыз. Осылай өзгертесіз қазір. Шамамен бір 20-30 секундтай ма, осылай тұрады. Өзі ауысады. Көзді қазақ тіліне үйрете беріңіздер дегенім ғой. Білем, біреуге ыңғайсыз шығарып, басқа шығар. Бірақ дегенмен өз тіліміз ғой.